Оралда жол апаты азаяр емес, жыл басынан бері 349 жол көлік оқиғасынан 84 адам мерт болған, оның жетеуі бүлдіршін, ал жарақат алғандар саны 426. Осындай қайғылы жағдайдың алдын алу үшін Аманат партиясы жанындағы жастар рухы жастар қанатының мүшелері полициямен бірлесіп қала мектептеріндегі қауіпсіздікті күшейтуге кірісті. Жастар мектеп оқушыларына арнайы ескерту парақтары мен жарық шағылыстыратын жолақтар мен жапсырмаларды таратты. Сонымен қатар ата-аналар мен көлік жүргізушілеріне барынша сақ болуды ескертті. Бүгінде құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы ел аумағында өткізіліп жатыр. Облысымыз бойынша 361 мектептің аумағында мониторинг жұмыстарын жүргіздік. Сол жерде біздер ашық люктар, ашық трансформаторлар, немесе тағы да басқа балалар үшін, балалар өмірі үшін қауіпті аумақтарды кездестіріп, яғни ашық люктарды жауып, ашық трансформаторлар, яғни тоқ соғу қаупі бар жерлерді арнайы құзыретті органдарға хат жазу немесе тапсырма беру арқылы сол жерлерді, яғни балалардан оқшаулау, қауіпсіздендіру мақсатында жұмыстар жүргізілді. Қарағандыда да құқық қорғаушылар мен аманаттық белсенділер рейдке шықты. Бірлескен акция барысында барлық түнгі клубтар мен компьютерлік ойын алаңдары қамтылды. Мұндай мекемелердегі жарқ-жұрқ еткен бейнелер мен көңілді әуендер жасөспірімдерді тартады дейді партия мүшелері. Келушілердің құжаттарын тексеру бір қалыпты өтті. Кәмелетке толмағандар анықталған жоқ. Олардың мұндай жерлерде кешкі сағат 10-нан кейін жалғыз жүруіне болмайды. Өйткені ересектердің қарауынсыз қалса, қылмыстың құрбаны болуы екіталай. Эти рейды нам показывают, что... Бұл рейдтер бізге тек жастар ғана емес, түнгі демалыс орындары мен ойын кафелерінің қожайындары да әлеуметтік жауапкершілікпен қарау керектігін көрсетті. Біз Қарағанды облысының полиция департаментімен бірлесе отырып, апта бойына аралап рейд өткізуді жоспарлап отырмыз.